Біздер қазір Елен базарына келдік. Мақсатымыз, білесіздер, өткенде Саят бауырымызға шиномонтажға қажетті құрал саймандарын алып берсек деп біз бұрын жариялаған едік. Керекті қаражат жиналды. Өткенде ақша түсті ғой өзіңізге? Түсті, иә. Қазір көрсетіңізші көрермендерімізге. Жиналған қаражат өзімізде. Енді біз осы базардан бізге өткендегі айтқан керекті саймандардың барлығын алуымыз керек. Алдын ала бір келісіп қойған жерлер бар екен, иә? Иә. Саудаласып көрейік тағы да, жүріңіз. Мынау сізге жете ма? Мынау кіші емес па мынау? Жетпейді ма ол? Үлкен алайын десем, оның бағасы 60 мың маған. Саят бауырымыз келіп, мына кішкентай кілпішті 25 мыңға алмақшы болған. Ал ана набор кілт 60 мыңнан сатылып жатыр екен. 32-ге бере аламын дейді. Яғни мынаны алғаннан гөрі бізге ана дәу кілтті алған өте тиімді ғой. Мына домкрат ерекше екен, мына жер бұралып тұрады. Сапасы қалай екен енді оның? Сапасы жақсы болу керек. Қаншаға бересіз? 41 тысяч, оптовая цена. 41. Негізі 45 мың деген. Бірақ бұл кісі 41 мыңға берем деп отыр. Подарок. Благодарю. Хорошего дела. Машалла. Алла разы болсын. Ташки жалдаймыз дейді, сәкең айтады. Зіңгіттей. Жігіттер жүрміз ғой, екеміз көтеріп алайық деп көтеріп келе жатырмыз. Шыдамайтын сияқтымыз ана жерде. Мынау енді сәкеңнің бұйыртса шиномонтажының сыртындағы маңдайшасына ілінетін атауы ғой. Енді шиномонтаж екендігін енді елдер біледі. Әдемі ғой, иә? Әдемі. Саят бауырымыздың шиномонтажына келдік. Әлі жабыстырған жоқпыз, баннерлер дайын. Десе де біз келсек көлік келіп тұр екен, дөңгелегін ауыстырып тұр. Міне, сәкең бірден жұмысты бастап кетті, құдай қаласа. Қазір 10 минутта дөңгелегін ауыстырып тастаса, одан кейін мына жаққа баннер тілеміз. Аға, бұл жақта сіз сәкеңе жайша келдіңіз бе? Жалғыз шиномонтажымыз басқа да машинаның бөлшектерін жақсы біледі. Саят енді 8 қырлы бір сырлы жігіт қой өзі. Қолымды қайтармайтын азаматтың бірі. Әр уақытта қолын созып, көмектескісі келіп тұрады. Сондай азаматтың бірі. Bir жағынан айтқанда, Құдайға қараған жігіттің бірі ғой. Бәрекелді. Қолдап тұрыңыздар енді. Шиномонтаж алып кететін шығар енді. Иншалла, иә. Рахмет. Жақсы. Енді өткен кеткен адамның барлығы, мына жерде шиномонтаж ашылды дейтін болды, иә? Мына бетіндегі мына кесілген ғой. Қолымды тіліп кетті. Я негізгі баға қалай жалпы? Жалпы кіші жеңіл машиналардың дөңгелектері 4 дөңгелек ауыстырып бергені, шешіп салып бергенмен бәрі 4,5 мың теңге болады. Аха. Егер анандай адамдар кездессе, жаңа жағдайым жетпей тұр, кішкене қаражатым жетпей тұр дегендерге, оларға солай жасап беремін. Қанша жетер? Қанша теңгесі бар? Қанша теңгесі бар, соған жасап беремін. Сіздің кәсібіңіз жүріп кетсе, күнделікті тапқан табысыңыз бар ғой. Қанша табыс табасыз, қанша жыл табыс табасыз, барлығы осы жерде аударған, 100 теңге, 200 теңге аударған адамға 100-ден 700 есеге дейін сауап болып жазылып отырады. Ол кісілер де ұтылмайды, сіз де ұтылмайсыз. Ортасында себепші болып жүрген біз де сондай сауапқа ие боламыз. Яғни сіздің кәсібіңіз қанша жүрсе біз сонша сауап аламыз ғой. Және ол тоқтамайды. Мына кәсіп тоқтап қалмайынша ол тоқтамайтын сауап. Иншалла Алла соны бізге нәсіп қылсын, сіздерге де нәсіп қылсын иншалла. Бар тілегіміз енді достар, осы шиномонтаждың жүріп кеткені, шиномонтаж жүріп кететін болса, біз сауаптың астында қаламыз иншалла. Сіздерге бәріңізге көп рахмет, осы Алла разы болсын сіздерге көмектескендеріңізге. Иә. Мен қатты ризамын сіздерге. Рахмет. Аллаға шүкір, мен де сауап саламын ғой. Иә. Неге көмектесемін. Бәрекелді.